Сонау 90 жылдары болатын. Мәскеуге бет алған қазақ кәсіпкері сол Мәскеудің әуежайында 30 мың доллары бар сөмкені біреулерге ұрлатып алады. Естерін білмеген кәсіпкер сол жердегі погон таққан кісілерге арыз тастайды. Әуежайды басына көтерсе де ақша үшті-күйлі жоқ болып кетеді. Сол кезде погон таққан кісілердің бірі, мұнда бір кісі бар, ол өзіңнің қазағың, мүмкін сол көмектесер деп сол кісіні шақыртады. Бір шам минуттар өтер өтпес сары жігіт келіп, ағасы не болды дегенде ол ұрланған ақшасын айтады. Уайымдамаңыз, 10 минуттан кейін ақшаңызды алдыңызға кеп береді дейді. Расында 10 минут өтер өтпес ақшасы бар сөмке алдына қояды. Қуанып кеткен ол, сізге қанша берейін көмектескеніңіз үшін дегенде ол, керек емес ағасы. Мен мұндайдың 10 сөмкесін алдыңызға кеп бере аламын деген екен. Мен де ұлтшылмын. Қазақтардың жақсы киінгені, жақсы өмір сүргені, жақсы машиналарды мінгені, жақсы үйде жасағаны маған ұнайды. Мен бұған рахаттанамын. Мен өзім де басқаларға да Қазақстанда жақсы өмір сүру мүмкін ғана емес, міндетті екенін дәлелдегім келеді. Бұл ұлтын сүйген жүректі Ернәсіпбайдың